Маған сиқыр салушы Құдайдың бір пендесі. Алладан қорықпадың ба? Білем, сен мені құртқан боларсың. 10 күннен бері ішек құрылысым, аяқ қолым дірілдеп, ішімнің бәрі ауырып, жан дүнием өртеніп жатыр. 10 күнде қаншама салмақ жойдым. Көріп отқан жандар біледі. Менің бұрынғы түрім қандай, қазіргі түрім қандай. Осы сиқырды саларда Алладан қорықпадың ба? Өзіне тозақтан орын алдым деп ойламадың ба? Сен маған не істеп қойдың? Айтшы, қайта тым болмағанда көздері жәутеңдеп күтіп отқан қазақ еліндегі жетімдер үшін осыны істемесем болмас па еді? Қаншама ауырып жатқан адамдар жатыр, үміт күтіп, Ілияс бауырымыз келеді ғой деп. Қаншама қазақтың көз жасына қалам деп ойламадың ба? Білем, мен бұл дүниеден өтермін. Білем, сен бұл ауру мені бұл дүниеден алып кетер. Бірақ Алла әділ. Қияметте, мұны өмірде кездеспесем де, мен қияметте кездесем, қияметте ақыңды алам. Алла, білем, тіл көз бар, бірақ мынандай деп, мынандай сиқыр жасауың сенің түсініксіз болды маған. Қазақтың шырылдаған жетімдері үшін маған осындай қастандық жасауына не себеп болды? Көреалмаушылығың түбіне жетті ма? Құдайдың пендесі, Алладан қорық, Алла әділ. Қияметте екеуміз жолығамыз. Бұл ауру мені алып кетер. Диагноз шықпай жатыр, оқырмандар. Кеудемнің бәрі ауырып, ұстаздарымыз, Алла разы болсын, оқып жатыр, толықтай оқып жатыр. Иншалла жазуға тырысып жатырмын. Алла қаласа медицинаға емделе жатырмыз. Емделуге тырысамын. Қаншама халықтың дұғасы бар, қаншама ел жанашыр болып жатыр. Мен жазылам, бірақ мен сіздің кім екеніңізді білмеймін. Лезде Алладан кешірім сұра, Алла кешірімді. Алла разы болсын. Аман жүр.